Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Мен Қауыспай Ғашығы Болатқызы нөмірі 14 филиялық Абай ауылдық кітапханасының тұрақты оқырманымын. Соңғы кездерде елімізде болып жатырған төтенше жағдайларға байланысты мен сабақты қашықтықтан оқып, үйде жатып көптеген әдеби кітаптарды оқып жатырмын. Және де қазір мен сіздерге ұсынғым келіп отырған өлеңім ақын Шөмішбай Сариевтің «Өмір деген тұрмайды қап-қарадан» өлеңі. Өмір деген тұрады таңмен кештен, ғұмырлы екі арнаны жанмен кешкен, құпия жұмбақ сырлы дүниеге адамдар армен кіріп, армен көшкен. Өмір деген екі өзен мың қуаныш, толқыны шындық жалған күлкі намыс. Бір таяздап өмірде, бір тереңде, бір лайланып өмірде, бір тынамыз. Күн десең де, тірлікті түн десең де, өмірде өсімдіктей бірлесең де, жолында жолығатын қос тағдыр бар, жусан жантақ гүл тікен гүлмен шеңгел. Өмір дәмі екі дәм ащы тәтті, таңдайыңа тиеді жұмсақ қатты. Жолында жолығатын қос тағдыр бар, күтеді адам үшін сын сағатты. Өмір дәмі екі дәм ұлы ұсыз, тірлік татып жатады шулы шусыз. Кез келіп тағдырына келеді адам, жұмыр жер құрлығында сулы сусыз. Қолға түспес дүние жұрт таласқан, кітап өмір парағын құнттап ашқан. Сезінер жүрегімен жаныменен, өмір әркез ашық күн бұлтта басқан. Өмір деген тұрмайды қап-қарадан, өмір деген тұрады ақ-қарадан. Ақ-қара екі арасын ашып өтіп, ары мен өз бақытын тапқан адам. Үйде бол, кітап оқы, біз біргеміз.